Аптадам айдарымен біз сіздерді жастары әр деңгейлі, мамандықтары әрқилы, бір-біріне мүлде ұқсамайтын жерлестеріміздің жетістіктерімен таныстырып жүрміз. Олардың әрқайсының бойында үлгі боларлық қасиеттер баршылық. Ал Рамазан Хасеновтен ерік-жігерді қалай шыңдау керектігін үйренуге болады. Өмір соққысына ұшыраған сәттерінде сағы сынбай, еңсесін тіктей білген жігерлі жан туралы тілшіміз Мақпал Айбабина әңгімелейді. Рамазан Хасенов 1959 жылы бұрынғы Қызылту ауданына қарасты Елтай ауылында дүниеге келді. Отан алдындағы борышын абыроймен атқарып келген ол Щучье қаласындағы техникумда оқыды. Сол қалада өзінің өмірлік серігін кезіктірді. Бірнеше жыл бірге жүріп, 1979 жылы Мәнсия екеуі отбасын құрды. Жас отау Омбы қаласына қоныс аударады. Рамазан өндірістік білім беретін оқу орнында, ауыл шаруашылығы техникумында, темір өнімдерін шығаратын заводта еңбек етті. 3 баланың әкесі атанды. Осы жылдары кіндік қаны тамған ауылына қоныс аударады. Онда кәсіпкерлікпен айналысады. 150 гектар жері техникасы болады. Бірақ сол жылы Омбы қаласында білім алып жүрген баласы аяқ астынан оқуын тастап, ауылға қайтуға мәжбүр болады. Омбыда тоқтайтын үй алып беремін деп, көп ақшамен барған. Сонда жол бойы машина сынып қалып, автобуспен бардық. Келе шыққанда недер ұрып, пойыздың астына лақтырып, ақшамды бәрін сыпырып алып, пойыздың астына лақтырып жүріпті. Содан аяғымнан айырылдым. Өмірде көп қиындық көрген Рамазан қапыда 2 баласынан да айырылады. Еш мойымастан қайғысын еңбекпен жеңемін деп, күнмен таласа тұрып, түннің бір уағына дейін жұмыс істейді. Сол тынымсыз еңбектің арқасында алдына қойған мақсаттардың бір қатарына қол жеткізді. Бүгінде ол 2 дүкеннің иесі болып отыр. Рамазанның ендігі мақсаты Зеренді көлінің маңынан жер алып қонақ үй салу. Бүгінде ол болашақ ғимараттың құжаттарын рәсімдеп, реттеумен айналысып жүр. Өзім сияқты мүгедектер демалуға келгісі келеді. Бірақ жағдай жоқ мұнда. Сол үшін мен гостиница салам ба деген ойым бар әлі. Соны мүгедектер келіп, пандус бәрі болып кіріп демалуға, мұнда спорт комплекс бар, лыжный база бар, көлдер бар. Сонда демалуға өзіміз келіп, уақытымыз болғанда келіп, демалып кетуге соны жоспарлап отырмын. Бүгінгі кейіпкеріміз сондай-ақ Зеренді аудандық мүгедектер қоғамының төрағасы. Мүмкіндігі шектеулі жандар құқықтарының аяқ асты етілмеу үшін түрлі ақыл кеңес алуға осында жиналады. Бірнеше кемтар жанды жұмыспен қамтыған, аяқ киім, тұрмыстық техника жөндеу, тағы басқа кәсіп түрлерін ашуға көмек қолын созған. Рамазан үй күйі жоқ жандарға да қолғабыс етуде. Баратын жері жоқ 2 адамды өз үйіне орналастырған. Шамасы келсе, бүкіл жинап әкелші үйге. Енді былай қарағанда, енді далада жүрген кісіні жай үйге алып келуге енді кім деді? Ол өз бұрын аяғы бар кезінде кісілерді біз онда тұрға аяп недіп, о жағынан енді күшін ететін деді. Қазір енді тем более былай қарағанда өз басына кешіп отыр ғой. Енді сол мүгедектер бәрін сол үйіне жинап жатыр. Бізде площадь не позволяет, но тем не менее сонда сосын Рамазан деген енді ол енді бір көрдім, 2 өлет көрдім, мен қолынан тамақ іштім, енді оны жай далаға тастамай деп сол алып келіп, мен кішкене өз қарамағымда жүрсін, пока өз көзім тірі, оны көзім бірдеңе үйреніп қалып, ертең жалғаса бермей деп соны онда алып келіп отыр. Басты кейіпкеріміз мүмкіндігі шектеулі жандар арасында өтетін спорттық сайыстарға да белсенді қатысады. Арм рестлинг, көлікпен жарысу сияқты спорттық додаларда бірнеше рет топ жарды. Енді өзін шаңғы спортынан сынап көрмек. Не сколько спортсмен болуға барлығын бұны дайындап жатырмын. Бір денсаулыққа өзіміз шығып, үйде отырып, басылып қалмағандай, жабылып қалмағандай, бізді кем санамағандай, бізді алға ұмтыламыз, істейміз. Біз отыра берсек, ауру шыға береді бізде. Мақпал Айбабина, Василий Вережников, Апта.